Егер сіз еркек арыстан болып туылсаңыз, өміріңіз адамдар елестететін патшалық өмірден мүлде өзгеше болатын еді. Шындығында сіздің өміріңіз тозақ секілді болады, барлығы сізді жоюға бағытталады. Бала кезіңізде сіз үнемі қауіпте боласыз. Қарсылас еркектер сізді өлтіруге дайын. Олар сізден 10 есе үлкен әрі күшті. Егер тірі қалсаңыз да, жасөспірім кезінде сіз өз прайдынан қуыласыз. Сізді жалғыз жабайы табиғатта адасуға мәжбүрлейді. Аштықпен және күшті арыстандардың аңшылығымен күресу қажет болады. Сіздің отбасыңызда сізден құтылуға тырысады. Гиеналар сағаттар бойы қуып, қалдықпен өмір сүруге мәжбүрлейді. Прайдты басып алу үшін басқа еркектермен күресуге тура келеді. Егер ғажайып жолмен жеңсеңіз, алғашқы істейтін ісіңіз басқа арыстандардың бала-шағаларын өлтіру. Бұл барлық аналарды сізге қарсы қылады. Соған қарамастан, сіздің билігіңіз тек бірнеше жыл ғана созылады. Сіз әлсірейсіз, қозғалысыңыз баяулайды. Бірнеше уақыт өткен соң, жас әрі күшті арыстан сізді ығыстырады. Көптеген еркектер өмірлерін ашық далада қуылып, жәбірленіп, ұмытылған күйде өткізеді. Арыстандар ормандардың патшасы болуы мүмкін, бірақ олардың өмірі тек азап және тірі қалу үшін үздіксіз күрес.